Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің әр салған видео рецепттеріме лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Бүгін осындай жұмсақ, өте дәмді ватрушки жасайтын боламын. Бізге жылы сүт, ұн, дрожж, қаймақ, сары май, қант, жұмыртқа және шым тұз қажет болады. Ең алдымен жылы сүтке жарты шай қасық тұз салып, дрожж салып, бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Дрожжымыз көтеріліп, ерігеннен кейін қант, қаймақ, сары май, жұмыртқаның ағын барлығын қосып араластырып аламыз. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписация батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Одан кейін алдын ала өлшенген және електен өткен ұнды аз-аздан қосып, қамырын илеп аламыз. Жан-жандағы ұнның барлығын қамырға қосып, тазалап аламыз. Қамырдың бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Енді ватрушкидің салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбеге қаймақ, қант қосып біркелкетіп араластырамыз. Ірі түйіршіктері қалмауы керек. Дайын болған қамырды алып, столға аз ғана ұнды сеуіп, қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Ватрушкиға қажетті заттардың мөлшерін және толық құрамын осы видеоның астында описание бөлімінде қалдырып қойдым. Енді осы бөліктерді домалатып формаға келтіріп аламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, барлығын бір-бірінен алшақ етіп қойып шығамыз. Одан кейін қамырдың ортасын қолымызбен немесе стаканмен басып шығамыз. Бұлардың бетіне жаңағы сүзбелі қоспамызды салатын боламыз. Осылай барлығын ашып болған соң ортасына салмасын сап шығамыз. Бетіне әдемі және жұмсақ болып пісу үшін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз. Алдын ала қызған духовкада 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Міне өте дәмді, жұмсақ ватрушкиміз дайын болды. Ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Және подписация батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Сонда ең бірінші болып видеоны көре аласыздар.